саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен біз шардың жаңадан үрлеу тәсілін үйренеміз. Ол үшін балапан бізге ас содасы және де сіркесі болу керек. Балапан, мынау бізде не? Шарик па? Өте дұрыс балапан. Қазір мамасымен екеуміз мынаны ұстай ғой. Мына жерден ұста балапан. Қазір сірке суын құямыз. Сірке. Сірке суын мұнда құйып алды. Содан кейін мына шаригімізді мұнда кигіземіз, дұрыс па? Содан кейін мынаның ішіндегі ас содамызды мынаның ішіне, бутылкамыздың ішіне қарай төгеміз, дұрыс па? Міне Айлана қара. Айлана? Айлана? Керемет па, Айлана? Айлана? Вау! Сіздер ме? Бүгін біз осы шардың өздігінен үрленуін бақылайтын боламыз. Адина, сен осы шарды өзің үрлеп көрші. Бұл не? Шар, я? Осыны өзің үрлеп көр. Кәне, үрле. Жақсы, енді қарашы, осы шарды біз бүгін мұндағы бөтелке арқылы және ас содасы мен сірке суы 9%, және де құйғыш керек болады. Осы құралдар арқылы біз бүгін шарды Адина өздігінен үрленуін бақылайтын боламыз, я? Ал ол үшін біз не істейміз бірінші? Мына құйғышқа шарды кіргізіп аламыз. Ал сен ұста мұны. Әкені ұста. Жақсылап ұста. Мен оған ас содасын салайын. Енді осыдан біз шарды құйғыштан ажыратып аламыз. Сен осыны ұстап тұр. Яғни бұл бақылауды жүргізу үшін біз абай болу керекпіз. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Өйткені мұнда сірке суы 9%. Яғни осы нені біз сірке суын құйып алдық. Енді осы бөтелкеге шарды біз кигіземіз. Ал, жақсылап кигіземіз. Адина қарамында. Көріп тұрсың ғой, я? Ал енді біз қазір шардың өздігінен үрленгенін байқайтын боламыз. Көріп тұрсың ғой, Адина, қарашы, шар өзі үрленіп жатыр, я? Мама. Ая, қара міне, шар өзі үрленді. Осымен бүгінгі біздің тәжірибеміз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет.